ол кісіде. Мгм. Ең қымбатын бере салады. Өз көлігін бере салады. Мен інім саған сыйладым дейді. Сағаттарын Ол кетіп ашық дейсің. бере салады. Ол барлығына солай ма, әлде өзінің Барлығына інілеріне солай. ғана ма? Достары келеді. Сол кезде көңіл ашық. Өзінің шкафын ашады. Мына киімді өш саған жарасатын сияқты. Солай, бірақ соның арқасында Алла тағала оған екі еселеп береді да. Дұрыс айтасың. Иә, шынымен де. Жеңгең Жұлдыз Абдукаримова сені қайным емес інімдей көрем деп айтқан еді. Жұлдыздың қай қасиеттерін бағалайсың сен? Бір-бірімізбен кездескен кезде сырласамыз, ақылдасамыз, көңіл ерке бала деп, мысалы, екі жеңгем де өте керемет адамдар. Қайрат пен Жұлдыз ұрысып қалғанда сенің тойың олар татуластырды. Сол уақыттарда Жұлдыз сенімен ғана сөйлесіп жүргенін білеміз. Жұлдыз 10 жыл жұрт көзіне түспеді. Жеңгеңнің сол шыдамдылығын ерлік деп есептейсің бе? Әрине ерлік. Сен енді көрдің барлығын, білдің деген сияқты. Әрине осыны